Ассалаумағалейкум, сәлем достар, менің артыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай күшті сіздермен торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым, бірақ қарапайым болғанымен өте дәмді шығады, және де әрбір қыз-келіншектің ас үйінен табылатын ингредиенттерден тұрады. Тек барлығын араластыра саласыз да духовкаға салып жібересіздер, сонымен дайын болып шыға келеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Онға какао саламыз, оның үстіне қосымқыш саламыз, ванильді қант саламыз. Мінекей мен жерде қосымқыш салдым, енді ванильдік қант салып жатырмын. Одан кейін тұз саламыз, бір шай қасық, толтырмай саласыздар, және де қант салатын боламыз. Мінекей мында менде шай ішетін 200 граммдық бокал, сонымен салдым. Барлығын араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді осылай араластырып аламыз да енді сұйық ингредиенттерімізді салатын боламыз. 2 жұмыртқаны саламыз, одан кейін сұйық май құямыз, және де бөлме температурасында сары майды саламыз. Алдын ала сары майларыңызды шығарып қойыңыздар, сондықтан бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Одан кейін сүтімізді құямыз да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Бұл жерде миксер міндетті емес, бірақ менде тез араласу үшін миксер пайдаландым. Егер сіздер миксер болмаса, венчикпен араластырсаңыздар болады. Ең бастысы ешқандай комочек түйір қалмау керек. Мында менде форма 20 диаметрлі форма, оны астына пергамент жайдым да, жан-жағын сармайды жақтым жан-жағына. Жаңағы біздің осы шоколадты масымызды құямыз. Өте иіс прям керемет болып тұр. Енді 160 градуста 40-50 минут пісіріп аласыздар. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан шпажкамен алдын ала тексеріп алуды ұмытпаңыздар. Жан-жағын кішкене осы пышақпен жүріп өтеміз де жаңағы формадан босатып аламыз. Кішкене суытамыз. Біз осындай шапкасын қазір кесіп тастайтын боламыз. Пышақпен жайлап, мінекей пышақпен кесіп тастадым. Бізде тегіс осындай бисквит шығады. Бисквитіміз осындай өте влажный, өте сондай күшті рассыпчатый болып шығады. Пропитканы қажет етпейді. Мында менде сливкиді кішкене қыздырып аламыз. Микроволновкада немесе водяная баняда немесе газовкада жылытып алсаңыздар болады. Үстіне шоколадты саламыз. Шоколадымыз ерігеннен кейін осылай араластырамыз. Бізде осындай ганаш шықты. Енді біз суыған бисквитіміздің үстіне осы ганашымызды құямыз. Ганашымызды осылай үстіне жағып, жан-жағына жақсаңыздар да болады. Мінекей ганашымыз біздің тоңазытқышқа қойғаннан кейін ол кішкене формасын ұстап қоюлана түседі. Тоңазытқышқа салбасаңдар да болады. Мен салмай солай осындай шоколадты, осындай ганаш осындай сұйық болып тұрған күйінде жегенді жақсы көремін. Өте дәмді болады. Қазір мен сіздерге кесіп осылай көрсететін боламын. Мына бисквитті қыздар осындай торт қылмайды, екіге бөліп арасына крем жағып кәдімгі торт қылсаңыздар да болады. Мінекей біздің осындай тортымыз дайын болды. Өте дәмді. Бір жей бергіңіз келеді. Балдарыма да өте қатты ұнады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса комментарий қалдырып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда күшті рецепттер болады. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар.